Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Индира болады. Біздің Бектұрымыз отбасымыздың 20 жыл күттіріп келген тұңғышы. Балапанымыз небәрі 23 аптасында 740 грамм болып дүниеге келді. Әуелі Алла, одан кейінгі Қызылорда облысы ана мен бала орталығының балалар жансақтау бөлімінің меңгерушісі Айгүл Серікбековна бастаған ұжымның ерен еңбегінің арқасында 120 күнде балапанымды қолыма ұстатып аман-есен отбасымызға оралдық. Перзентханада жатқан кезде бізге осы бөлім басшысы Синагис препараты катамнет жайлы көптеген мәлімет берген болатын. Мендегі мақсат қайтсем сол орталыққа барам деген үміт болды. Аллам сол үмітімді қабыл етіп, қазіргі балапанымның шауып жүргені Балжан Нұрланқызының ерен еңбегі деп білемін. Біз осы орталыққа келгенде балапанның жағдайы өте ауыр болды. Бізге Балжан Нұрланқызы дәрілік смесі ұсынып 3 күнде нәтижеге қол жеткіздік. Қазір осы орталықта мониторингтеміз. Бізге көптеген диагноздар қойылды. Бірақ Балжан Нұрланқызының дұрыс тамақтану, күтім, дәрілік сместер арқылы біз көптеген диагноздардан арылдық. Қазір біз осы орталықта 2-3 ай сайын үнемі келіп бақылаудамыз. 2-3 апта сайын онлайн бақылаудамыз. Осы орталықпен тығыз байланыстамыз. Синагис препаратын, прививкаларды үздіксіз уақытымен протокол бойынша алып келеміз. Бізде қазір қалғаны құлақ диагнозы, яғни тугоухость. Бізде бұл құлаққа операция жасалып, кей аппараты қойылды. Қазір мамандармен тығыз жұмыстамыз. Осы ұжымды басқарып отқан Балжан Нұрланқызына және қызметкерлеріне отбасымыздың атымыздан үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге еңбектеріңізге шығармашылық табыс, халықтың алғысы мен ықыласына бөленіп, өрлеп, өсіп, өркендей беріңіздер демекпіз.